Қайырлы күн, қымбатты қалың елім. Сонымен мінекей біз қайтадан айтылмай қалмасынға студияға келіп отырмыз. Дәл қазір біз нені қозғаймыз? Осы соңғы кездегі суды үнемдеу, ауыз судың бір титтей бір тамшы ауыз судың үлкен пайдасы жайлы. Бұл туралы біз неге айтып отырмыз? Себебі білесіздер, қазір енді суға қатысты, суды үнемдеуге қатысты бізде қазір үлкен бір қоғамдық пікір болып жатыр. Егер үшінші соғыс болса әлемдік, ол осы дәл судан болуы мүмкін дейді біздің депутаттар. Дүниежүзілік соғыс болатын болса, үшінші су үшін болады. Мына су ресурсының министрі, сіздің өкіліңіз кеше маған келіп кетті. 3 ғылыми жұмысқа 1 миллиард сом ақша сұрап отыр, әлі күнге дейін Минфин бермеген. Мені ақпарат білмейді деп отырсыз ба не? Әдейі сұрақ қойып отырмын сізге. Сіз айтып отырсыз, бізде ақша бар деп. Ақша жоқ сендерде. Берген жоқ сіздерге ақшаны. Неге жалған ақпарат бересіз депутаттарға? Айтпайсыз ба, бізге ақша бермей жатыр деп. Біз ұсыныс бердік деп. Анарбек Орман деген ағамыз өзінің еңбегімен Шымкентті дұрыстап қойды. Біз барып көрдік оның жұмысын. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің Қазақстанда тек қана бір ағын суларды, кәріз сулары, лас сулар тазалайтын халықаралық стандартқа сәйкес жұмыс жасап тұрған бір ғана мекеме бар, ол Шымкентте. Су ресурстар маркетинг деген. Қалғанның бірде біреуі халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс жасамай тұр. Ал бұл мәселеге бізде міне қонағымызда үлкен бүгін қоғам қайраткері, бүкіл ел білетін арда азамат отыр, Анарбек Орманұлы. Сіз Шымкенттегі үлкен мегаполистағы суды қанша жыл болды басқарып келе жатқалы, соны басқасында болғалы? 40 жылдай болды. 40 жылын суға беріп отыр. Яғни судың құдіреті мен қасиетін сізден артық білетін жан жоқ деп арнайы шақырып отырмын. Сондықтан бүгін суға қатысты минус, плюс барлық тақырып құпияларда айтылмай қалмасын. Анарбек Оңғарлы Орман, жасы 70-те, техника ғылымдарының кандидаты, доктор, экс-министр, экс-әкім, экс-депутат һәм қоғам қайраткері. Шымкент қаласының тарихында 2 рет сайланған 3-ші және 8-ші әкім. 40 жылдан бері су шаруашылығы басында, 30 жылдан бері Шымкент су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарып келеді. Жалпы Анарбек аға, жаңағы сөз солай шығып қалды, білесіз, депутат Жаңбыршиннан енді бір соғыс болса, ол судан болуы мүмкін дейді. Судың тапшы екенін білеміз. Бірақ біз Қазақстанда онда ешбір қазақстандық үйтіп ойламаймыз да, себебі біз суды кең молынан ағызамыз, қажетімізше қолданамыз. Ал бізге де сондай нәрсе келуі мүмкін ба, үнемдеу деген? Әрине, бұл су мәселесі жөнінде президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы Қазақстан халқына жолдауында биылғы су саласындағы үнемдеу, тиімді пайдалану, жалпы мұның көздерін көбейту жөнінде өте көп айтты. Нақты тапсырма да берілді. Өйткені сусыз өмір жоқ. Су болмаса бизнес те болмайды. Адамдардың денсаулықтары жақсы болмайды. Энергетика да болмайды. Жылу да болмайды. Сол үшін ауыл шаруашылығы саласындағы көптеген бір 2-3 миллионға жоқ шаруашылық адамдары бар ғой. Оларда су болмаса не болады? Күнкөрісі су. Жалпы қыбырлаған нәрсеге су керек. Сол үшін суға деген біздің жауапкершілігімізді арттыруымыз керек. Өзі келіп атқан су екен деп, оны қалай болса солай оны пайдаланып, орынсыз жұмсайтын болсақ, бұл мәселе келешекте біздің ұрпақтарымызға қиындық әкелу әбден мүмкін. Нөмір бірінші проблема болуы мүмкін. Нөмір бірінші проблема болуы. Мен анау 1995 жылы Америкаға барып оқыдық біз. Сол неңізді көріп қалдым мен, қараңыз, 90-шы жылдардан өн ел тұрымтай тұсымен, әркім өз басымен кетіп атқан, бәрі керісінше оқу білімді тастап, саудаға, кәсіпке. 95-ші жылы елде білім қалмай жатқанда сіз Америкада не істеп жүрсіз деп сұрайын деген, және не өтірік келдіңіз деп. Ол кезде USAID деген біздің өкіметіміздің бағдарламасы бар тұғын. Сол бағдарламаға сәйкес су саласындағы жаңа технологияларды соны үйрену, олардың озық тәжірибесін өзіміздің елге келіп қондыру, ендіру мәселесінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан елінен барып, Америкаға барып
оқыған жайым Ол кезде бар. сіз қандай қызмет атқарып едіңіз? Осы Мен осы су саласындағы басшы қызметін Мгм. атқардым. Сонда таң қалатыным, суға деген құрмет, суға деген көзқарас, жалпы абаттандыру, көгалдандыру, қалалардың тазалығына көріп мен тәнті болдым. Тап таза. Қай жерге барсаң, бір қоқысты көрмейсің. Бір қаладан екінші қалаға баратқанымызда, арасы бір 200 шақырымдай жүрдік. Көшенің бойында бір жатқан қоқысты көрмейсің. Тапта. Сонда мен профессорға сұрау бердім. Жолдас профессор, не деген керемет сіздердегі бірінші көрегендік, екінші талым тәрбие. Өйткені қонақ үйде жатсақ, танымайтын кісілер де күліп сізбен сәлемдеседі. ол жақта бәрі сондай жүзі жылы. Жүзі жылы, күлімдеп, сәлемдесіп. Бірінші сұрасаңыз, күлімдеп, асықпай түсіндіреді. Мен айттым, осындай мәдениетті сіздерді көрген деген. Адамға деген құрметті сол жерде сезінесіз. Адамды ойландыра деген. Мгм. Сонда мен айттым, осындай дәрежеге қалай жеттіңіздер дегенімді айтты. Көрдіңіз бе дейді. Адамдардың бір-біріне дөрекі сөйлемей, сыйластықпен мәміле жасағанын көріп атсыз. Одан кейін қала болсын, дала болсын, қай жер болса таза, өте Мгм. көркем, Жылжымият. көгеріп, керемет болып тұр ғой. Осыны бізге Алла Тағаланың арқасында біздің ата бабаларымыз тастап кетті ғой, мұра қылып. Ал енді осы нәрсені біз де мәңгілік емес, біз осы өмірден кетеміз. Бірақ ұрпаққа не қалдырамыз? Таза ауа, таза су, таза жаңағы жер, таза қаланы қалдырмасақ, онда біздің мына ұрпақтың алдындағы жауапкершілігіміз қандай Қайда болады қалды деп деп, айтқанда, адам өзі ойланып қалады екен. Енді қараңыз, су демекші, дәл қазір Қазақстанда судың құны қанша? Бұл аз ба, көп пе? Жалпы дұрыс баға ма? Мен сізді көрген кезінде бір сұхбаттарда айтқансыз, Шымкентте су теп-тегін 1 теңге тұрады дедіңіз ба, не дедіңіз? 1 теңге. Иә, 1 теңге дегенсіз, иә. Сол кезде ол қалай 1 теңге деп бәріміз түсінбедік. Мысалы, Америкаға бардыңыз, ол бұрынғы кезде. Сол кездегі судың құны мен біздің судың құны қанша екен? Жалпы қазақстандық қазір өз-өзін өтейтін, ақтайтын ба? Жоқ, бізде арзан ба, қымбат па? Мен ауыз суды айтып жатырмын, ішетін. Бірінші содан бастайық. Шымкентте қанша қазір? Шымкенттікінен бастаңыз. Шымкентте Бәрі қымбаттап жатыр, 1 теңгеден көбейген шығар. 1000 литр су, Аха, 1000 литр су, аха. 96 теңге. 1000 литр. Үйіңізге қонақ шақырсаңыз, сіз жарты литр су, бір судасаңыз, ол 300 теңге. Әне осыдан сіз салыстырма түрде айта салыңыз еді. Біздің беріп жатқан суымыздың Шымкент қаласына 1.300.000 халыққа қызмет жасаймыз. Сол беріп жатқан судың құны 1 литрі 1 теңге тұрады. 1 теңге. Ал енді Америкаман, Европаман, өркендеген елдермен біздің шаңырағымыз теңдес болсын, тереземіз тең болсын деп жатырмыз. Солардың деңгейіне жетуіміз керек дейміз. Олардың деңгейіне жету үшін онда біздің табыс көздеріміз де көп болу керек. Біздің әлеуметтік, экономикалық жағдайымыз да мықты болу керек. Суымыз да соларға теңесу керек. Мысал үшін, мынау Америка құрама штатында, Европада 1 текше метр су 500-600 теңге тұрады. Олар 5 есе, 6 есе ол қымбат. Өйткені ол мемлекеттерде өзінің суды баптап, ұстап тұратын технологиялар бар. Дер кезінде ағымды жөндеу керек па? Өткізу керек. Күрделі жөндеу керек па? Өткізу керек. Тозығы жеткен су жүйелерін, канализация жүйелерін өтті ма? Қартайды ма? Ол бітті ме, енді оны қайта салу керек деген мәселе.
мынау жаңғырту, қайта құру мәселелерін дер кезінде істейді. Бізде қазір өкінішке орай бізде- үлкен қалаларда Бізде айтады, ойбай, әлеуметтік жағдай жақсы болмай жатыр. Мынау экономика дұрысталмай жатыр. Инфляция көбейіп кетті дейді. Кеше ғана осы 2024 жылы біздің өкіметіміз өте керемет ұлттық бағдарлама қабылдады. Мгм. Ұлттық бағдарламада арнайы алдын мына министрлік терең зерттеу арқасында сараптамадан өткізіп, әр қалаға осы 3 жылдың ішінде миллиардтаған қаржы құрып, Мгм. тозған инженерлік инфрақұрылымдарды тәртіпке келтіру мәселесін өте керемет ұлттық бағдарлама жасады. Біз Шымкенттің өзіне осы 25-29 жылдары 100 миллиард қаржы жұмсауымыз керек. 100 миллиард қаржы жұмсау үшін оған енді біріншіден инвестиция керек, екіншіден сол тозығы жеткен су жүйелеріне қайта құрып, жұмыс қабілетін арттыратын болсақ, ол кім үшін? Халық үшін. Халықтың мынау жағдайына біреуі мысалы үшін зейнеткер, біреуі дәрігер, біреуі инженер, біреуі мұғалім. Олардың басы ауырмау керек. Үйіне келгенде ыстық су болсын, суық су болсын, мынау кәріз жүйелері болсын, бәрі сағаттай істеу керек. Сонда ол кісілердің басы ауырмау керек. Біздің Шымкентте осыдан 30 жыл алдын мынау су мәселесі өте күрделі тұғын. Жаз кезінде білесіз ғой, Шымкентте 40-50 градусқа шейін күн ысып кетеді. Сол кезде 3-ші қабаттан су көтерілмейтін тұғын. Сол қаланың шеттегі ауылдарына су жетпейтін тұғын. Айқай, шу, арыз, шағым, біраз жыл шулап біраз жыл шулап жатты. Біз осы мекемеге келгеннен кейін 1998 жылы жаңа рынок саласына бейімделген мынау су істері кәсіпорын құрып, осы жұмысты біз қолға алып жүргіздік. Бірінші мәселе неден бастадық? Бірінші мәселе әрбір мына семьялық бюджет болсын, болса кәсіпорынның бюджеті болсын, есеп хисап болмаса, ол жұмыста тәртіп болмайды. Бізде есеп хисап жоқ. Сол кездерде Шымкентте 500 мың халық тұратын, 500 мың халыққа әрбір адам тәулігіне 500 литр су пайдаланды. Ол енді су жеткізе алмаймыз. 500 литр. Ол кезде мына Америка құрама штатында, Европа мемлекеттерінде, өркендеген елдерде судың парлап барғанда пайдалану мөлшері 140 литрдей. Біз бірінші кезеңде өлшеуіш құралдарын қоюдан бастадық. Осыны дегенде халық онша түсінбеді. Біз несіге қойдық 25%-ын. Кейіннен өзіңіз ойлаңыз, адамдар бұның пайдасын көре бастады. Біздің кәсіпорында неғұрлым үйде болмаса бір жаққа шығып кетсе, яғни суы тесілмей тұрады. Өлшеуіш құралдары жоқ. Квартира, мысалы, пәтер, жанұя, адам басына 300 литрден су төлейтін тұғын. Өлшеуіш қойбеді, ол 85-90 литрден аспады. Сонда сіз 300 литрге төлегеніңіз жақсы ма? Жоқ, 90 литрге төлегеніңіз арзан ба сізге? Әрине 90. Елдер біле бастады. Әрине 90. Соның халықтар түсініп, жаппай біз 5 жылдың ішінде түгел бүкіл Шымкентке 2005 жылы өлшеуіш құралдарын қойып тастадық. Бұл керемет болды. Сондағы біздің 450-500 литр тәулігінде беріп атқан суымыздың мөлшері 5 есеге азайып, сол 100 литрдің төңірегінде ғана болды. Бұл деген сөз енді былайша айтқанда революция деуге болады. Біріншіден халықтың қалтасында ақшасы қалды. Сол осы күнге шейін халықтың қалтасында үнемделген ақшаның көлемі 71 миллиард теңге халықтың қалтасында қалды. Егер өлшеуіш құралын қоймағанда оның төлейтін еді. Екіншіден кәсіпорынның жұмысы алға қарай кетті. Электр энергиясына біз 4 есе, 5 есеге үнемдедік. Орынсыз жаңағы шығындар бар, олар
Екінші кезеңде өлшеуіш құралдарды қойып болғаннан кейін көзіміз жеткеннен кейін дереу ескі құбырларды ауыстыру мәселесіне көштік. Тозығы жеткен құбырларды ауыстырып, жұмыс істеу қабілетін жақсарту саласында арнайы жоспар құрып, соны іске асыра бастадық. Сол бірақ сол кезде мысалы қараңыз, кеңес заманынан бері керек ешбір нетілмеген ғой, ол жаңармаған, жөнделмеген. Мысалы сол сіз қазір 2005 жылды айтып жатсыз, иә? Сол кезде қанша құбыр, мысалы Шымкент жалпы қаласының су құбыры қанша шақырымға созылып жатыр және оның қанша тозығы жеткен еді? Ол кезде Шымкентте 1,5 мың шақырым су құбырлары бар тұғын. Соның 90% тозығы жеткен ғой енді. 90%. Өйткені үлгеремейміз. Анау қазақта айтады ғой, ескіні жамасаң есің кетеді дейді. Сол мынерді жамасаң анау, ана жамасаң анау, сол қаржы, сол жаңағы қиыншылықтан шыға алмай қалдық. Содан кейін біз 2009 жылы, енді 2005-2009 деген көз ашып жұмғаш өтіп кетеді. Ақша жоқ, бюджеттен бермейді. Содан кейін біз Европалық қайта құру даму банкіне шықтық. Мынау сіздер енді дүние жүзі бойынша экономика саласына, бизнес саласына қаржы беріп тұрған несиеге біздің мекемеге сондай бір қаржы берсеңіздер деген өтінішпен шығып едік. Ол кісілер біздің өтінішіміз қабылдап, арнайы келіп, бізбен танысып, кәсіпорын жұмысымен, біздің ол кезде жеке компаниямыз, мемлекетке қарамаймыз, танысып болғаннан қарап, қандай жұмыс істемексіздер осы келешекте, сіз 10 жылдық бағдарламаңызды айтыңызшы деді маған. Соны біздің инженерлік барлық қызметкерлермен отырып ақылдасып, арнайы құрған бағдарламамыз бар. Бизнес жоспарларыңызды. Міне бизнес жоспар. Міне мынау 3 жылда мынаны істейміз, кейінгі 3 жылда мынаны істейміз, кейінгі тағы 5 жылда мынаны істейміз дегенімізде. Бұл құйған қаржы қалай қайтады? Біз бәрін айттық. Мынау әзір жөндеуге кетіп жатқан қаржы, сол қаржы кетіп жатыр. Бірақ ескірген нәрсені жамай беретін болсақ, ол ұлғайып жатыр. Мынаны салатын болсақ, сонда жөндеу жұмыстарына кететін қаржы үнемделеді. Үкіметтің емес, сол үнемделеді. Даму банкінің көзін жеткіздіңіздер. Соның көзін жеткіз, мына ақшаны сіздерге қайтару мүмкіндігіміз бар дедім. Ол кісілер 1 жыл зерттеп, олардың өздерінің арнайы эксперттері бар. Біздің жұмысты көріп қанағаттанып, бірінші несиені 2009 жылы алдық. Жалпағанда осы Европалық қайта құру даму банкінен әзір таңда 18 миллиард теңге біз инвестиция тарттық. 18 миллиард теңге. Ал енді жалпы өзіміздің қаржымыздың есебінен жалпы осы 28 емес 2009 жылдан басталды ғой инвестиция тарту. Алдын ақша жоқтығын әзір таңда 54 миллиард теңге біз қаржы инвестиция тарттық. Соның 18 миллиарды Европалық қайта құру даму банктен. Бұл не істеді деседі? Егер бізде әзір таңда 1929 шақырым құбырлардың ұзындығы болатын болса, соның 1126 шақырымына қайта құрып жаңғырттық. Яғни үлкен алпауыт банктер, әлемдік халықаралық деңгейдегі қаржы компаниялары судың қайтарымы бар екенін сезіп көзі жетті. Міне енді кешегі біздің өкіметіміз өте керемет ұлтты бағдарлама жасады. Осы инженерлік инфрақұрылымдарды, су, энергетика, мынау жылу мәселелеріне енді шетелдің дүниежүзілік банкі, мынау ислам мемлекеттерінің банкісі, Европалық қайта құру даму банкі, осылардың бәрі қызығушылық танытып жатыр. Енді өте дұрыс шешім қабылданды. Бұрын мынау осы ескі инженерлік инфрақұрылымдарды қайта құру, жаңғырту мәселесінде әкімшіліктер айланысатын тұғын. Әкімшіліктердің енді көбінде маман жоқ қой енді. Маман жоқ болғаннан кейін, оның өзі мынау жұмыс дұрыс жүру үшін бірінші проблеманы білу керек.
екінші сол проблемаға жоспар құру керек. Үшінші, оның орындалуын қадағалау керек. А бірақ соны мамандар жасау керек. Ақшаны қай жерде проблема бар, қай жерде жүйе өте нашар, соған құю керек. Соны енді үкіметіміз жаңағы ұлттық бағдарламаның аясында мынау техникалық жаңағы оператор дейміз ғой енді. Мынау өндіріс және құрылыс министрлігін анықтады әзір кезде. Сонда коммуналдық шаруашылық орталығы бар, осы министрлік, солар техникалық оператор болды. Енді финансовый оператор қылып, холдинг бәйтерек бар ғой енді. Сол кісілерді анықтады. Егер әзіргі таңда осы ұлттық бағдарламаға сәйкес инвестиция қажет болатын болса, осы екі мемлекеттік органға барып, өзіңіздің мұқтажыңызды, керекті инвестицияның көлемін сіз оны сараптамадан өткізіп, зерттеп айтуыңыз керек. Ол министрлік, жаңағы өндіріс министрі мен құрылыс министрі оны қолдайтын болса, онда бәйтерек холдинг ол сіздің керекті инвестицияңызды тартып береді. Оны жәрдем беретін болды. Біз инвестиция тартқанымызда бізге ешкім жәрдем берген емес. Әзір мемлекет арнайы шетелдің алған, келген, банктерден келген инвестицияға мынау соның мынау не дейді, пайда көретін вознаграждение дейді ғой, сонысына субсидия ретінде мемлекет өзі төлейтін болып келісіп отыр. Бұл өте керемет нәрсе. Одан кейінгі тағы үкіметтің бір үлкен мәселесі, президентіміздің арнайы тапсырмасына сәйкес суды үнемдеу, суды пайдалану мәдениетін ендіру мәселесі болып тұр еді. Осы салада оны қалай үкімет тарапынан енгізеді дегенде әр адам өзінің несіне байланысты ғой енді. Сол үшін оның бұған мотивация керек. Мотивацияны үкімет ойлап тапты. 3 кубқа шейін судың тарифі арзан, ең арзан. 3 кубтан 5 кубқа шейін 5 куб пайдаланғандарға тарифтен 20% артық төлейді. 5 кубтан 10 кубқа шейін тағы 30% тағы төлейді. Суды көп пайдаланғандар 2 есе көп төлейді деген осындай мотивация жасап, арнайы соны бекітті. Бұл өте бір экономикаға, біздің су саласында кәсіпорындарына жақсы серпіліс болып, жақсы жұмыс істеп келе жатыр едік. Енді мынау 4-90-ға келіп, біздің енді үкіметіміз бір қолымен қолдады, екінші қолымен айтады, ойбай, инфляция көбейіп кетті, енді тарифті 1 апрель сәуірге шейін заморозить деймін, тоқтату керек. Көтермеңдер деп тоқтатып тастады. Бұны көрген шетелдің компаниялары бұл айтты, сіздерде қалай енді? Кеше ғана қолайлы жағдай жасадыңыздар. Бүгін келіп тарифті бол тоқтатыңдар дейсіз. Жаңағы 3 куб, 5 куб, 10 куб деген бар ғой, оны да тоқтатып тастады жаңа жылға шейін. Енді сонда кейде қайшылықтар болып жатады. Негізінде дұрыс. Мен енді президенттің айтқанын қолдаймын. Мен қараңыз, мен мысалынан не үшін? Суға деген көзқарас, суға деген, бізге деген су тіршілік көзі. Су болмаса, ол табиғатта болмайды, өмірде болмайды. Адам өзі қараңыз аға, су тіршілік көзі, су ішпесе, 3 күннен кейін ол адам өмірден өтеді. Сіз тамақ жемесеңіз 1 ай өмір сүре бересіз. Жалпы су тіршілік нәрі тіршілік көзі деп біз енді бала кезден өсіп өстік, бірақ осы суды үнемдеу керек дегендерді естіп өспедік. Олар кейбір жерде бір жазылып тұрғанын көреміз, бірақ ешбір мен білетін, мысалы, қатардағы азаматтар болса, бір суды үнемдейін деген сияқты ондайға көшпейді. Мына бір дәл өзіме келген нені квитанцияны міне қазір қарап отырмын. Суық су счетчик дейді, 203 теңге дейді, канализация холодной воды дейді. Түсінбедім, мынау 45-86 жаңағы кубына, ыстық су 45-86 дейді. Сонымен тогында мен айтайын деп отырған мына жақта жиналып келеді да, 2155 плюс 1912 3000 4000 100 теңгедей шығып отыр да, мысалы, қараңыз енді. Бұл көп па, аз ба жалпы? Өте аз. Өте аз. Өте аз. Алматыда, қалада. Алматыдағы бұл өте төменгі тариф. Біз шетелдімен егер сіздің таныстарыңыз болса, мынау 4000 емес,
олар 40.000 теңге 40 мың төлейді. теңге. Өйткені бізде мысалы үшін шетелде Америкаға барып оқығанымызда судың тарифini ол қоғам жиналып алып қоғамды кеңесте бекітеді. А бізде арнайы министрлік бекітеді. Сондай ғой енді. Иә. Ол енді бір жағынан айтады, міне керемет жайлы қызмет көрсетуіміз керек халыққа дейді. Комфортный условия болсын дейді. Үйінде су болсын, газ болсын, жылу болсын дейді. А бірақ сол нәрсе өзінен өзі үйге пәтерге зыр етіп келе салмайды ғой. Мысалы үшін Шымкентте 2000 шақырымдық 2000 километр су жүйелерін тасымалдаймыз. Тасымалдап сол пәтерлерге алып кіреміз. Ол оңай тірлік емес. Сол үшін әр нәрсе өзінің деңгейінде өзінің жаңағы құны тарифі болу керек еді. Ал енді қараңыз, дегенмен осылай суды үнемдейік, тағы басқа дейміз. Ал енді ауыз суға келген кезде бізде неге су? Қараңыз, жақында Қытайдан келдім да. Қытайда ең жақсы бутылкадағы су былайынан. Ол біздің немен салыстырған кезде 80 теңге. 80 теңге, я бір юаньнің жанында. Енді ана бір аэропорт ең қымбат деген жерлерде 3-4 юань болуы мүмкін да. Енді бізде ол су жай ғана ең бір арзан бүйтіп ұстап қалсаң бутылкасы майысып қалатын суымыз қазір 400 теңге. Бізде аэропорттарда 800-1000 теңгеге дейін барады. Анда әдемі деген суларға келейік, оның аттарын атамай қояйық жарнама үшін. Жалпы неліктен біз сонша енді суды тиімді пайдалан деп ауыз суды неге сонша құнсыздандырып жібердік? Жалпы өзіңіздің болашақта сондай бір бутылкадағы су шығару ойыңызда жоқ па? Сіз енді судың қадірін жақсы білесіз ғой? Жоқ, ондай менде ой жоқ. Енді сұмдық баға ғой, мысалы Қытайдың суын салыстырып көріңіз. Бізде қайнар бар, бұлақ бар, әлі ауыл жақта бүйтіп бетін бетемізді шебереміз тап-таза, иә. Ал енді ол жақта суды алу деген сондай қиын қымбат, бірақ олардікі 100 теңге болады да, біздікі 500 теңге. 0,5 су. Ол деген сөз жаңа айтып кеттім ғой, біздің судың тарифі халық ішіп жатқан суына 1 литр 1 теңге. Сіз 80 теңгені айтып отырсыз, 100 теңгені айтып отырсыз. Қазір 500 теңгені айтып отырсыз. Мен өзім мынау су мамандығы болғаннан кейін бізде арнайы 0,5-50 теңге болу керек қой. Аккредитациядан өткен лабораториямыз бар. Біздің сол краннан шығып жатқан суымыз бөтелкелі суыңыздан таза. Мен өзім тікелей осы краннан ішемін. Ешқандай бөтелкеден алып ішпеймін. Бөтелкеден ішетіндердің бәрі бай әзір етажы. Қалтасында ақшасын қайға тығар білбей жүрген адамдар олар етажы. Жоқ, жолда бір жақта жүріп қалған кезде ішеміз ғой. Кейде ішеміз. Бірақ енді ол енді мен бір танысым жаңағы кездесіп қалдым да. Мен айттым, жұмыс істеп жатсың ба десем, айтады, да, істеп жатырмын. Не істеп жатсың десем, жаңа бутилированный суды сатып жатырмын дейді. А не, заводың бар ба демесе, жоқ дейді. Мынау сіздің водоканалыңызға рахмет дейді. Анау бутылкаларды алып келем үйге дейді. Құйып алам да, аппарат бар дейді, басын шарт етсет дейді. Содан кейін тастай деп дейді. Жаңағы дайын бутылканы дейді, базарға апарам. Өзі сөйтіп ашық айтып жатыр. Тастай заводтан дейді, ол дейді 100 теңгеден аса, мысал үшін дейді, жаңағы саудагер дейді. Менен 50 теңге алады дейді. А сізден дейді 50 теңге жаңа 1 литр суды 1 теңгеге алам сізден дейді. 1 теңгеден су алам да 50 теңгеге сатам дейді. Әне пайда, бизнес этажы. Соны айтып жатырмын. Ал сіз енді соның бәрін жасап отырып, сіздер болашақта мысалы су ресурстар маркетинг. Мен айтқан не бар ғой, жаңағы 3 көп, 5 көп, 10 көп, аз ішетіндер аз төлеу керек, көп ішетіндер көп төлеу керек. Осы жаңағы үкіметтің шығарған қағидаларını қайтадан күшіне енгізуіміз керек. Осы аз уақыттың ішінде су саласындағы министрлік айтты. 8 миллион текше метр су үнемделді деді аз уақыттың ішінде. Көрдіңіз ба? Сол үшін суды үнемдеу үшін оның тарифini реттеуіміз керек. 8 миллион текше метр. Ал баяғыда сіз ауылда өстіңіз бе? Қай жерде өстіңіз өзі? Ауылда өстім. Ауылда өскен болсаңыз, біз ауылда бұрын кран жоқтығын шелекпен бұлақтан таситын тұғымыз. Сонда біз өзіміз 10 шақты болдық семьяда. 10 шақтымызда 2 шелек су 20 литр жететін еді ғой. Әзір 200 литр су жетпейді.
Қазір көп Дұрыс қой қолданамыз, былай, иә. көз алдыңызға Бізде келтіріңізші үйде енді. колонка болатын, Жамбыл облысында сумен проблема болған жоқ. Мына үйдің жанында колонка, кез келген жерді қазсаң тап-таза су, тастай су шығатын. Дұрыс қой. Соны сіз мынандай Иә. качалка дейді. Иә, иә. Соны бүйтіп тұрып, азаннан кештеуір ақызған жоқсыз ғой, керекті суыңызды аласыз да, мынау тұрады. Көтересіз. Әзір енді мынау су кегетсе, енді жұрт ағызып қоятынға шықты. Мен өзім су саласында істеген екен, баяғы кезде су жетіспейді, айқай шу көп Шымкентте көшеде келатсаң, анау бір кісі машинесін шлангымен жуып тұрады бүйтіп шашып. Енді бір танысын көріп қалды ғой етеше. Сөйтсе, ассалаумағалейкум дейді, ана шланганы былай ағызып жолға тастай салады, анау аға береді. Аға береді, аға береді. Ана бала шаға бәрін сұрайды анау мынау. От суға көз қарастың. Ал енді әзір барлығында өлшеуіш құралдары бар, есеп қысап бар, енді жумайды машинесін. Мына Шымкенттің ішінде бір 4 үкіметтің канал суын бар. аямаймыз, өз суымызды үнемдейміз деген ғой. А, енді Немесе келіндер Шымкентте таңертең сулап Сол сыпырып үшін тұрады да. тариф мәселесі мен үнемдеу мәселесін қатар Ал көп десе, пайдаланғанға көп ақша төлету керек, аз пайдаланғанға пайдаланмаса. Мысал үшін бір адамға 100 литр су сөткесіне. Айтып отырмын ғой, біз 10 адам 20 литр пайдаланады. оның үстіне біз үйде А, болмаймыз, таңнан оның кешке дейін суы. жұмыста боламыз, Сол мысалы ол үшін суды. Бұны әлде де осы үнемдеу мәселесіне қаншалықты судың тарифі көп болса, соншалықты үнемдеу мәселесі іске аса береді. Егер тегін болса, анау қазақтар айтады ғой, үйіңнің алдында ағып жатқан арықтан ағып жатқан судың қадірі жоқ дейді. Сондайға барамыз біз айташы. Есеп қисап керек. Шынымен бала кезде Ә. әр үйден біздің де есік алдына су ағып жататын арықтан үлкен. 응? Қазір жоқ қой, арықтың өзі жоқ Жоқ болып қой кеткен. енді. Жойылып кеткен. Қана сол сулар айташы. Судың бәрі қайда кетті еді осы? Айтыңызшы, жалпы айтыңызшы Қазақстандағы. А, Кезінде мысалы бәрі мынау кезінде деп сөйлейміз иә, Алматыда да арықтар болды. мысал үшін сіз шелек, түбі тесік шелекке үстіне су құя беріңізші. Істей аласыз ба су? Енді бүкіл алпауыт кеңес заман ұстады ғой кезінде. Ана өтіп баратсаң огород, поле дейміз, ол жақта да су, есігің алды мынандай су. Біз кәдімгі есік алдындағы суға арық дейміз ғой енді. Ауылдағы үйдің алдынан өтіп жатқан суға кішкентай мынандай кіршелерді салып, сонымен шомылып ойнайтынбыз Енді- кішкентай кезімізде қайық Енді сияқты. айтайын. Бұл су келешекте Бір оқып келсем, университет бітіріп бәрі жоқ, түк су жоқ. Келешекте бұл су алтыннан да қымбат болады келешекте. Неге дегіңіз етеш? Бұрындары неге үйдің алдында қалай болса солай су ағып жатты? Ол кезде таулы аймақтардан өзі су ана таудағы қарға байланысты. Жаңбыр қарға байланысты. Тауда қар көп жауатын болса, ол жаздың күні су бепіл болады. Ол кезде өзіңіз білесіз, біздің өзі Қазақстанға келетін екі жаңағы үлкен өзен бар. Біреуі Амудария өзені, екіншісі Сырдария өзені. Сырдария Қырғызстанның тауларынан жиіліп келеді, Амудария Тәжікстанның тауларынан жиіліп келеді. Ол Өзбекстан арқылы бұрын сол Амудариядан келген су Арал теңізіне құятын. Сырдариядан артылған су барып, ол да Арал теңізіне құратын. Арал теңізі деген дүние жүзіндегі ең керемет теңіз еді ғой енді. Ал енді мынау егеменді ел болған екен, әр тәуелсіз мемлекет болған екен. Бұлар не қылды қырғыздар? Қырғыздар алтта әзір компаративский гес деген. Біз неге суымыз ағып кете береді? Одан қайтаға бұл судан неге біз жинамаймыз бұл суды? Жинап электр энергиясын неге өндірмейміз? Неге ақша таппаймыз деп олар осындай алып құрылыстарды құрып тастап жатыр. Әлі де құрып жатыр. Тәжікстанда Рагун деген, мына Қырғызстанда Камбарата деген. Бұны осы бір мәселе. Екінші мәселе, о жоғары жақтан судың көлемі аз кел. Өзі Сырдариядан Тәжікстан, Өзбекстан, Қазақстан үшеуміз аламыз, 3 мемлекет. Содан кейін ар жақтан су азайған екен, Тәжікстанда өзінің территориясында суды молдан пайдалану мәселесін қарастырады ғой. Қосымша су қоймаларын құрады, қосымша каналдарын құрады. Содан ол су ар жақтан Қырғыздан азайды, Тәжікстан азайды, Тәжікстан деген Өзбекстанды ол да молынан пайдаланып, артығы ең мынау қалдығы дейміз бе, дейміз остаткасына. Сол Қазақстанға келеді. Міне содан бұрынғыға қарағанда жылдан жылға әр мемлекет өзінің экономикасын, өзінің әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін бұрынғыдай ысырап баяғыдай не мен жоқ бір дейсіз өзбек ғой. министрім бар тұғын, мен енді су саласында республикада басқардым ғой. Сонда анау өзі халықаралық жағдайда
осы өзендердің Сырдария өзені, Амудария өзенінен келетін сулардың бәрі Кеңес үкіметінде бөлініп қойылған өзі. Өзбекстан пәлен көп алады, Қазақстан пәлен көп, Тәжікстан пәлен көп деп бөліп қойған. Сөйтіп бәрі қол қойылған. Бірақ қол қойылғанмен іс жүзінде ол өтпейді. Сонда менің менің әріптес министрге айтып отырмын ғой, Шавқат, Қазақстан, мына жерде бізге керекті сағатына 1000 куб сағатына су келу керек. Сен ұстап қалыпсың ғой, мынаны жібермейсің бе десем, айтады, Анарбек әке, мен Өзбекстанда үйінің алып атқан өзбекке қалай суды алмай деп айта алмаймын дейді ғой. Қалай айтамын мен дейді. Сол сияқты ол жаңа баяғы арықтан ағып атқан сулардың бәрі келмеген сол. Өйткені барлық жерде есеп қисап, барлық жерде суды пайдалану. Еркін пайдалану емес, қазір бөгет жасап, үнем жасап, біз енді суды жеткілікті болу үшін суды пайдалану мәдениетімен суды тиімді ұтымды пайдалану технологиясын ендірмесек, біздің келешекте бұдан да қиын болуы әбден мүмкін. Тура 90 жылдың соңы бір колхоздар әлі енді бітейін деп менің туған бауырым, үлкен ағамыз не болды? Трактор, енді дәржебек па сондай болды. Ол жаңа бізді арнайы шақыратын ғой, мен полиға болап жақындап, ауыл жаңындағы. Сендер келіңдер деп біз үшін дәржебегін шашып. Сол кезде соның астына жаңа суға түсіп, енді ой, керемет ойнаушы ек, сөйтсем оның бәрі үкіметтің суын ысырап қылып жатыр екенбіз ғой қазіргі деңгейде. Бірақ ол бізде бір керемет сондай бір нелермен өтті. Сондықтан ал енді қараңыз, кезінде сіз министрлікте қай жылдары жұмыс істедіңіз? Ең қиын zaman болды ма? 2009-2012 жылдары. Одан кейін бізде су гидроминистрлік жоқ болып кетті, жойылып кетті. Қазір қайтадан құрылды, я? Қазір енді сусыз өмірдің бос екеніне, ең маңыздысы су екеніне әйтеуір Аллаға шүкір үкіметтің көзі жетіп, біреуінің сөйтіп қайтадан құрылым жасады. Дәл қазір шақырса барасыз ба қайтадан? Қайда? Су шаруашылығы министрлігіне? Жоқ, мен енді сіз суды жақсы бабын, бір тамшы судан бәленше миллион куб суды да жақсы білетін адамсыз, я? Сондықтан сізде азаматтар бармағанда кім барады? Мен енді Аллаға мыңда бір тауба шүкіршілік. Менің жасым әзір 70-тен асты. Бірақ әлде де болса, осы министрлікпен тығыз байланысты. Біз өзі ауыз су мәселесіне түсінбеймін мен өзі. Ауыз су мәселесіне өндіріс құрылыс министрлігіне қаратып қойғанда, ал ағын су мәселесін шаруашылығы ол су министрлігіне қаратып қойған. Сонда бұл қалай енді? Мен ойлап едім, ол су министрлігі болғанда қатты қуанғам. Ал енді арнайы министрлік құрылды ғой. Ол ауыз су болсын, ағын су болсын. Су ғой аты. Бір жерде болу керек десек, жоқ. Бізді өндіріс құрылыс министрлігіне қосып жіберді. Ал мынау ауыл шаруашылығы саласындағы суларды, ауыл шаруашылық, мынау елді мекендерде ауыз суды, оны ана су министрлігінен қалдырды. Сол үшін шынында да неге ең маңызды нәрсені бір министрлік? Неге мұны біріктірмекке болады? Әлде де болса, міне дәл ұстап ал, үкіметтің құлағына алтын сырға. Егер дәл қазір осы бағдарламаны тыңдап отырсыздар, шынында да су неліктен бөлінуі тиіс? Ауыз сумен кәдімгі қолданатын су бірдей болу керек. Дәл бүгін қымбатты көрермен, сіздер айтылмай қалмасын арнайы подкастын тыңдап отырсыздар. Біздің қонағымыз сонау Шымкенттен таңғы рейстен түсе сабасына келіп отыр. Сурестар маркетинг Шымкент кәсіпорнының бас директоры Анарбек Орман ағамыз. Жалпы айтқанда, келешекте сол бір министрлікте болса дұрыс болады. Әрине. Саясатта болады, судың мәдениетінде пайдалану түгелін әйтеуір бір жерде болғаны жақсы ғой енді. Анау бір жұмыспен екі жерде айласып жатқан дұрыс емес. Негізгі мәселеміз осы су саласындағы осындай олқылықтарды жоюдың ең маңыздысын біздің президентіміз айтты, Тоқаев мырза. Жасанды интеллект технологиясын ендіруіміз керек. Цифризация болуымыз керек. Онсыз болмайды. Мысал үшін көптеген мына қалаларда, мынау елді мекендерде, мынау суды пайдалану жаңағы көлеміні сол жасанды технологияға сәйкес келмейді. Мына жасанды интеллектке келмейді. Өйткені су келген Қазақстанның территориясына кіргеннен бастап 1 литр пайдаланғаннан шейін айдан аны компьютерде көрініп тұру керек. Бәрі.
Біз қай жерде дұрыс пайдаланып жатырмыз, қай жерде бұрыс пайдаланып соны көріп отырмыз керек. Мысалы үшін ауыз су саласында жұмыс істеймін ғой енді. Ауыз су саласында осы су кодексіне 24 жылы қабылданды, 25 жылы көктемде қабылданды ма? Енді ол жерде өте осы жасанды интеллект технологиясын пайдалану мәселесіне анық жазып қойған. Бұдан былай су саласындағы пайдалану жаңағы тұтынушылардың бәрі сол цифрландыруға сәйкес өлшеуіш құралдарын қоюға міндет деп жазып қойған. Бұл өте керемет. Осы биыл 25 жылдан бастап біз бұл жұмысты бастап кеттік. Әзір таңда 250 мың қалада тұтынушымыз болса, соның әзір таңда 50 мыңы жуық осындай құралдарды қойдық. Аманшылық болатын болса, 5 жылда мынау осының бәрін 100% жететін болса, тура осындай жұмыс барлық қалаларда жүру керек. Осы кеңес кәсіпорында отырып суды пайдалану жақсы бар қалаларда болады. Ай емес, біз күнде күн көріп отыруымыз керек. Күнде қанша су қай жерге келді, қай жерде көп тұрып қалды, қай жерден қолданды. Ал сіз енді осыны бастадыңыз ба өзіңіздің жаңа су ресурстар маркетинг? Бастадық. Әзір таңда біз осындай жасанды интеллект технологиясына сәйкес 50 мың өлшеуіш құралдарын қойып тастадық. Әзірдің өзінде 50 мың. Оның нәтижесі қашан көреміз? Нәтижесі көріп тұр, керемет болып жатыр. Бұрын қалай болады? Біз мысалы үшін сіздің үйіңізге баруымыз керек, тексеру керек, счетчикті көзеткізулеріңіз керек. Одан кейін оның сіздің пайдаланған судың көлемін суретке түсіруіміз керек, оның компьютерге енгізуіміз керек. Әзіргі өлшеуіш құралдары бірден компьютерге өздері-ақ тағы одан кейін жиі бақылайды да, ол бірден жаңа сіздердің ортақ базаға енгізеді. Кереметтігі. Екінші кереметтігі, қай жерге су барып жатыр, қай жерге жетіспей жатыр, болмаса қай көшеде су құбыры жарылып кетті, бәрін көрсетіп тұрады. Міне осыны әзіргі таңда біздің көптеген облыстың орталығында қалаларда бұл ақсап жатыр. Бұл кемшілік бар. Өйткені керекті инвестиция жетіспейді. Енді ғана мына ұлттық бағдарлама қабылдаған екен, шет елдің мынау Франция елінен, Испания елінен, Израиль елдерінен осыны баптап күтіп ұстайтын операторлар шақырып жатыр ғой, компанияларды. Келетін болса, келешекте осы бір 10 жылдың көлемінде бұл нәрсе тәртіпке келіп қалар деп ойлаймын. Жалпы білем, сіз үнемі шетелдік жаңа мамандармен байланыс жасап отырасыз, иә? Бізде сіз Шымкенттің суын басқарып отырсаңыз да, осы суын, бірақ шетелдік мамандар сізден үйренер көп. Шақырып алып кетті, арнайы мастер-класс өткізіңіз деді, сіз бізге білетін тәжірибеңізді бөлісіңіз деді. Жаңа сұрақтан сіз айналып өтіп кеттіңіз, бірақ қайтадан сол сұраққа келеміз. Жалпы қазіргі бізде құрылған министрлікке бару, ақыл кеңес айту, ең құрмасы басында отыру, өз суыңызға жанашып бар ма сонда? Мен сіз шетелдің өзіне қалай суды үнемдеу керек, қалай оның тиімді жолы бар, қандай жағдайы бар, соны олар сізден келіп сұрап жатқанда, ал біздікілер сізге деген бір ұсынысы бар ма екен деп жатырмын. Өз жерімізде енді үнемі керек емеспіз ғой бәріміз. Ал сіз ше? Біз жаңағы айтып кетіп едім, сіз онша мән бермедіңіз ау деймін да. Біз ауыз су мәселесі облыстың орталығында үлкен қалалардың бәрі өндіріс және құрылыс министрлігіне қаратып өтіп қойған. кетті дедіңіз, иә, басқа Олар сұрап жатыр. Мен өндіріс және құрылыс министрлігімен тығыз байланыста болып, көптеген мәселеге араласып, әзір таңда сол министрліктің тікелей араласуымен мына Франция елімен, Испания елімен, Израиль елімен біргелескен кәсіпорын ашу мәселесін қолға алып жұмыс істеп жатырмыз. Бағыт-бағдар беріп отырсыз. Бағыт-бағдарлама беріп отырмын. Олардың бәрі біздің кәсіпорынға келіп, көріп, таңғалып, Қазақстанда осындай кәсіпорын бар екен. Сол үшін Қазақстанның рыногына кіру үшін тек сізбен бірге кіреміз деп маған қызығушылық танытып жатыр. Ал енді су министрлігі, мен ол министрді бір рет таныстым, бірақ өмірі олар бір кеңес сұраған емес. Өйткені ол жердегі кемшіліктер маған кейбір министрлік маған өкілемесін, айтып жатыр. Пәленбай миллион кубқа су қоймасын салып жатырмыз. Пәленбай жаңағы каналдарды бетондап жатырмыз. Осындай тірлік істеп жатырмыз. Судың шығыны 50%, 40%, соны тоқтатамыз дейді. Жоқ. Олар тура біздің жолмен жүру керек министрлік. Ауыл шаруашылығы саласына пайдаланатын әрбір фермер соның шекарасына суды апарып өлшеуіш құралын қою керек. Өлшеуіш құралын қойса,
Сонда ғана жаңағы суды пайдалану мәдениетін, соны мынау жасанды интеллект технологиясы пайдалану, сонда ғана қол жеткізеді. Судың есебін көре тұрма, министрліктің компьютерінде бүкіл Қазақстанның суы көрініп тұру керек. Қайша су келіп жатыр, қанша су қайда кетіп жатыр, ол орынды ма, орынсыз екен біліп отыру керек. Оған жетіспейтін болса, ол судың деген сұраныс, суға деген айқай шу өмірі бітпейтін нәрсе. Бірінші өзі барып, өз аяғымен барып көріп кету керек, көзімен көріп. Есеп қисабын жүргізу керек. Есеп қисабын жүргізу керек. Дұрыс айтасыз. Ал кабинеттен шықпай Астанада отырып бүкіл Қазақстан бойынша судың мәселесін шешемдеу бекер іс, иә. Жалпы енді Шымкентке келейікші, өзіңіздің су ресурстар маркетинг кәсіпорнына. Жалпы қазір Шымкент халқы 1.300.000 болды дейік, ресми статистика бойынша. Қанша су қолданады? Аға, енді бізді көріп отырған оқырман көрерменнің бәрі судың маманы емес. Сондықтан мысалы олар 1 текше метр немесе жаңағы миллион текше метр деген сияқты судың шамамен қандай болады деген, енді су басында көбінесе жігіттер жүреді, білмейді. Сондықтан сіз түсіндірмелі түрде айтып кетсеңіз да, мысалы ол мынандай объемда алып жатыр деген сияқты көлемді. Қарапайым қазақтың тілімен, жалпақ тілмен айтайын. Иә. 1998 жылы Шымкенттің халқы 500.000 тұғын. Тәулігіне 500.000 куб су келетін. Соны жеткізе алмайтын тұғымыз. Адам басына керек болатын болса 1000 литр еді. Ал енді әзіргі таңда осы өлшеуіш құралдарын қоюдың арқасында тозығы жеткен су құбырларын қайта құрып жұмыс қабілетін арттыру саласында әзіргі таңда Шымкентке келіп атқан судың көлемі бар жоғы парлап барғанда 250.000 куб су келеді тәулігіне. Әні 500.000-ға, бүкіл қалаға 250.000 куб. Бұрын 98 жыл 500.000 су келген, бірақ су жеткізе алмағанбыз. Әзір 250.000 куб. Оның үстіне суды жаңағы көтеріп тасымалдайтын мынау су арна көздер дейміз ғой. Соның 54% резервте тұр әзір. Резервте. Өйткені су жеткілікті, су жетпейді деген бізде жоқ. 50 градус, 60 градустық болса да суды толығымен қамтамасыз етеміз. Міне осыдан ақ білуге болады. Мынау тартылған инвестицияның арқасындағы керемет жетістіктерге жетуіміз осының арқасында. Инвестицияның арқасында, мынау тозығы жеткенді кемейткеннің арқасында, одан кейін өлшеуіш құралдарының арқасында болып тұр осы. Қазір қанша су қоры бар? Мысалы 54% шамамен. 5 су көздері қоры бар. Соның әзір бір 45% ғана жұмыс істеп тұр. Қалғанның бәрі сақадайсақ, қалаға қосымша тағы керек болатын болса 100.000 текше метр, 200.000 текше метрге су беруге толық мүмкіндігіміз бар. Жалпы сіздің кәсіпорынның несін айтыңызшы маған? Суды пайдалану, тазалау, жіберу, очищение дейміз ғой. Сіз о жақтың өзінде пайдаланып жатқан сияқтысыз, иә, тиімді. Дұрыс. Құстар жүр, балық жүр. Жалпы соның процесстен бастап айтыңызшы, мысалы. Дұрыс. Енді басқаларға қызық және үлгі болсын дегенім ғой. Дұрыс. Енді жалпы біз мынау табиғаттан қанша су алсақ, сол су қайтадан табиғатқа су ішіп отырыңыз арасында. Алматының суына да баға беріп кетіңіз енді дәміне. Мақұл. Білмеймін қайдан алынған. Қанша су алсақ, су қорларынан, табиғаттан, сонша суды біз табиғатқа қайтаруымыз керек. Демек, мынау пайдаланған суларды оны өз деңгейінде экологиялық санитарлық талаптарына сәйкес тазалап, екінші рет пайдалануға қол жеткізуіміз керек. Ал енді өкінішке орай Қазақстанда мен ашық айталам, 90%-ға жуық осы суды тазалау қондырғысы дейміз, біз очистительное сооружение дейміз, 90% жұмыс істемейді. Өйткені мамандар жоқ. Мамандар жеткіліксіз. Ал енді осыны егер біз жаңа су жоқ деп отырмыз ғой, мына судың өзі үлкен біздің Қазақстанға, экономикасына, Қазақстанның осы суларды екінші рет пайдаланатын болсақ, керемет жәрдем болады. Бұған онша мән берілмей келе жатыр. Осыған көңіл бөлуіміз керек.
Мысалы үшін біз тәулігіне 150 мың текше метрге шейін пайдаланған суды тасымалдап, соны тазалап, мынау жаз кезінде, күз, қыс кезінде жинаймыз суларды. Сондай су қоймасы бар. Ал енді сол сәуір айынан бастап, о қазан айына шейін фермерларға суаруға береміз. Фермерлар осы суларды пайдаланып, күнкөріс жасап, техникалық дақылдар өсіріп жатыр. Жүгері өсіріп жатыр, мынау жоңышқа өсіріп жатыр, арпа өсіріп жатыр, бидай өсіріп жатыр. Ал енді одан басқа біз әлде де болса бұның тазалау процесіне үлкен деңгейге жеткізіп, мұны қалаға қайтадан пайдалану мәселесіне көңіл бөліп жатырмыз. Өндіріс орындары біздің таза суды пайдаланады, олардың тарифі үлкен. Егер мынау тазаланған суды қайтадан қалаға әкелетін болсақ, өндіріс орындарына, құрылыстарға, болмаса абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына беретін болсақ, мұның екінші кереметі пайдасы өте көп. Мен жақында ғана Шымкент қаласының әкімінің кездесу болды. Сонда біздің анау тазалау қондырғысы очистный сооружениенің қасынан 30 гектарға этнопарк құрып жатыр. Сонда мен айттым, сіз этнопарк құрып жатсыз, керемет. Соған қанша скважина бурить етіп, оған линия электропередач, оларға миллиардтаған ақша жұмсағаныңызда тегін суды неге әкеле салмайсыз 800 метрден? Сол сияқты осында біздің жанында тұр ғой, сіздердің. Жанында тұр ғой 800 метр. Соны әкеп суара салмай ма күндіз-түні? Ал енді біз тазаланған сулардың арқасында әзіргі таңда балық өсіріп жатырмыз. Керемет. О балықты өсірген балықты мына пилотный дейміз ғой, әуелі дегенде тастап 2 жылдан көріп, ана ветеринарный лабораторияға апарсақ, тап-таза суда өскенде керемет балық. Енді осы балықтың арқасында әзір біз 250 мың дана әртүрлі балықтар тастадық. Осының өзінен тазаланған судың пайдасын айтайын деп отырмын. 500 миллион теңгеге шейін біз қаржы табамыз деп отырмыз. Оның үстіне осы жаңағыда тазалау қондырғысына очистный сооружениенің айналасына 50 мың түп ағаш ектік. Әлі аманшылық болатын болса, ол енді орман болып кетеді айналасын бәрі. Ол парк болады келешекте. Ең бастысы, мынау Англия мемлекетімен бізде осы канализацияның иіс туралы проблема болған 2 жыл алдын. Соны Англиядан әріптестермен бірге жұмыс істеп, соны Англиядан арнайы микроорганизмдерді алып келіп, соларды пайдаланып, әзіргі кезде керемет жетістіктерге жеттік. Осы тәжірибені әзіргі таңда Алматы Астана водоканал бізде үйреніп жұмыс істеп жатыр әзірге. Сол сияқты мынау екінші... Мен білем, сіз тәжірибеңізбен бөлісіп көрсетсін деп, батыс шақада шақырған, иә? Ал енді тазаланған су қоймасы дейміз ғой енді. Орысша айтқанда природный водоем дейміз, емесі табиғи не дейміз, су көз дейміз ба? Табиғи су көздері, су қоймасы. Соған әзір таңда тағы 2000 дана үйрек өсіріп жатырмыз. Міне судың. Сол сияқты әлі бұл ауыз су емес, пайдаланған сулар тазалап, оны тиімді пайдаланатын болсақ, соның өзі көптеген ол әрі табиғатқа жақсы, әрі екіншіден жаңағыдай өндіріс орындарына, құрылысқа, абаттандыру, көгалдандыруға пайдаланатын болса, бұл деген сөз анау таза суды, ауыз суды үнемдеу мәселесіне өзінің септігін тигізеді. Яғни су, меніңше сіздің мына айтқандарыңыздан ойлап отырсам, ешқашан бүлінбейтін сияқты да. Судың бір аққан суды ары қаратай 100 есе бір жақсы нәрсеге пайдалануға болады, иә? Мысалы, анадан ол тазаланып жатыр, ол түбі бір жерге құйылады ғой енді. Соға дейін оның бәрін судан ала берсең, су бере береді екен ғой, жарттық. Да, бере береді. Су деген үлкен байлығы ол. Байлығы ол. Әлі біз онша қадірін білмей жатырмыз, білуіміз керек. Ол енді жаңағы пайдаланған суларды экологиялық санитарлық талаптарына сәйкес тазаламасақ, ол табиғатта да зиян ғой енді. Улы заттар ертең күні анау ауыл шаруашылық саласындағы жерлерді де құртады, одан ішіп жатқан мал да құриды. Ол зиян ғой. Сол үшін мұны суға деген жауапкершілікті күшейтіп, оны
заңды жауапкершілік күшейту керек сияқты Заңды да. жауапкершілік Себебі қазір күшейтіп, өкінішке орай жаңағы сыртынан неше түрлін жабыстырып, мысалы ауыз су бір нәрсе деп қазір судың түп неше түрлісі шығып кеткен ғой. шығып кеткен. Оның қайсы шындығында жаңағыдай бір тазаланған қондырғыдан бізге жетіп жатыр, фильтрмен сүзгіден өтіп, таза бір ең құрымаса ішінде бір шипасы бар бір нәрседен білмейсің. Ионов енді жай ғана ауыз судан бөлек ионовая вода, сілті суы бір нәрсе дегенде шықты да, оны кім тексеріп көріпті дей ма, қарайсың. Сонда көбейіп кетті да, оған қарағанда енді не шығарса да, шымшық сойса да қасапшы сойсын демекші, сіз шығарғаныңыз дұрыс па деп жатқаным ғой сол. Жоқ. Ал сіз деген шығармай жатырсыз, тек біз- сумен айналысып жатсыз да. Біз тірі су беріп жатырмыз. Тірі су Өлі беріп су жатырсыз. емес. Тірі суды қайдаға, Тірі өлі су. суға қарағанда он есе пайдасы Тірі көп. су, иә. Мынандай сулар өліп қала ма бұлар? Өліп қала болмайды баланы. Таза ішу керек, таза тірі суды ішу керек. Ағып тұрған суды ішу керек, иә. Одан Ал кейін жалпы, мынау мхм. тағы бір айта кететін осының пайдаланып, Мгм, мынау өндіріс орындары. Промышленный предприятие Мгм. дейміз ғой. мгм. Өзі суды, лас суды тазарту технологиясы, ол да бір аэробный бактерия дейді. Живой организм, тірі жандар, жәндіктер. Мгм. Солар тазалайды. Осы тазаланғанда мынау бізден шыққан канализацияны пайдаланған суларын тек тазалайды. Бірақ өндіріс орындары кейбіреуі химикаттар пайдаланады, коагулянттар пайдаланады, кейбіреулері улы заттарды пайдаланады. Сонда олардың әзірге экологиялық мынау талаптарға сәйкес арнайы суды тазалау қондырғысы болу керек завод, фабрикаларда. Бірақ көбінде ондай нәрсе жоқ. Ұрлап көрсетпей тастайды, оны бізге зиян болып жатыр. Сол үшін әзіргі таңда біз Қытай мемлекетімен жұмыс істеп жатырмыз. Арнайы әрбір завод, фабрикалардың бәріне күндіз түні келетін судың составыны, соның сапасını көрсететін датчиктер мәселесін қою мәселесін қолға алып жатырмыз. Күндіз түні сапасын көрсетеді. Түндіз. Ал енді қараңыз, сіз су инженері ма, мамандығыңыз қандай өзі? Су инженері. Су инженері, иә? Мгм. Сіз мысалы жаңағы сақталу керек, үнемделу керек, тазарту керек, мысалы қанша су, қандай қоймада, қаншалықты көлемде, оның бәрін жақсы білесіз. Ал бізде қазір гидрофакультет мысалы қай неде қалды? Оқу орнында қалдым өзі. Біз кеңес үкіметінің кезінде Мгм. мен политехника институтын бітірдім. Мгм. Ол кезде Қазақстанда да, Өзбекстанда да, барлық есенгі дейміз ғой. Мгм. Сонда құрылыс факультетінде водоснабжение и канализация дейтін мамандық болатын. Кәдімгі 4 жыл оқитын институттағы маман. Сонда теплоснабжение и вентиляция дейтін, ол да өз алдына кафедра тұғын. Газоснабжение өз алдына кафедра тұғын. Енді кейіннен кезде мына қиыншылық заманы болды ғой. Қиыншылық заманы болғаннан кейін оқу орындарындағы осындай мамандықтардың бәрін топтастырып, суды, жылуды біріктіре салған. Бұл дұрыс емес еді. Әзір кезде міне Жамбылда жаңағы гидро университетін ашты ғой енді. Сол жерде мынау гидротехник туралы су саласындағы мамандықтарды ашып жетістірмейтін болсақ, бізде мамандардың жоқтың қасы әзір. Иә, мамандар жоқ. Енді олар дайындамаса, оларға ашпаса, оларға мүмкіндік жасамаса, олар қайдан болады? Бұрынғы мамандар қартайды, ескірді енді. Қазір оның үстіне технология өзгерді. Бұрынғыдай бір алып құрылысты жасайтын қазір мысалы тіпті бұрын бульдозерлердің өзі әрең бұрылып кетіп жатса, қазір енді Қытай бульдозері зымыратып барып шырайландырады. Мысалы сондай сияқты ғой енді. Бәрі өзгеріп жатыр. Соған маман лайық болу керек. Енді кеңес үкіметінің кезінде мен өзі күндізгі оқуға түсе алмадым да, кешқұрым жаңағы вечерний факультет дейміз, соған түсіп оқығам. Оның бір кереметтегі күндіз осы су саласында қызмет жасадым, кешқұрым барып оқитын едім. Мұның кереметтегі 3-ші курсқа барғанда, бұлай профессор сабақ беріп атқанда, маған конспекттің жазуының керегі жоқ еді. Өйткені күнде соның ішінде жүрім ғой еді. Міне сол сияқты әлде де болса осындай бір оқу министрлігі кешкі факультетті ашу мәселесін қарастырса жақсы болар еді. Жақсы болар еді, ол жаққа барып бір маман болып немесе ұстаз болып дәріс оқып кетуге қарсы емессіз, иә, уақыт табасыз ғой. Табам. Үйреткіңіз келеді ғой. Ал өзіңіздің өз балаларыңыз, ұл қыздарыңыз дейік, жалпы өз мамандығыңызды қуып сіздің артыңыздан барғандар бар ма су саласына? Бар. Менің енді не берем? Әзір менің орынбасарым. Оны
тәрбиелеп жатырмыз. Алла бұйыртса, келешекте басқарса, жақсы істесе басқарып кетуім әбден. баурап жатырсыз, иә? жатырмыз. Балаларыңызға бата алмадыңыз. Ал енді қараңыз аға, менің тағы бір мәселені білетінім, сіз осы 98-де қандай, Жамбыл облысында болдыңыз ба? Жоқ, Шымкент облысы болды кезде, 95-98-де жалпы халық аузындағы Жамбыл облысында ешқандай еш нәрсе мына 92-95-те түк жоқ болып жатқан кезде, дүкендер босап, ақша жоқ болып, бірақ облыста көшелер де басқасы да таза жылтырап мұнтаздай болып тұрды. Мұның бәрі Анарбек Орманның арқасы. Себебі су жоқ болып үнемделіп жатқанда, бірақ ол соны әдемі ұстады деп әлі де халық аузында жүр екен. Сол рас па, қаншалықты рас, не істеп, қандай тәсіл қолдандыңыз? Сол кезде Таразды бүйтіп көкем гүл қылып ұстаған дейді. Бір қылтық жатпайтын дейді. Таразда мен жұмыс Тараз емес, Шымкент қой онда, иә? Шымкент облысы. Шымкентте істедім мен. Иә, Екі рет әкім болып істедім. Мен Таразда істеген жоқпын. Енді қолымыздан келгенше жаңағы қызмет жасадық. Еш нәрсе жоқ кезде дейді. Сол 90 жылдарда айтып отыр. Енді ол кезде мысал үшін қалалық бюджет 14 миллиард түгін. Әзір біздің Шымкенттің бюджеті 900 миллиард. Естіңіз, 14 миллиардтан 900 миллиард. 140 миллиард екен десем. 100 емес, 14-ақ миллиард. Қазір деймін 140 екен десем, қазір 900 болып кетті ғой. 900 миллиард әзір Шымкенттің бюджеті. Онда енді бірақ соған қарамастан жалпы енді қолдан келген мынау жұмысты атқардым. Мен пәлен істедім, түлен істедім, мен мақтана алмаймын. Менің жұмысыма қарапайым халық өздері баға беріп жатар. Халық айтты оны. Қатты жаңбыр жауған, сел болған, сондай күндерді пайдаланып, дәл содан кейін мысалы жаңбырдың суының артынан бізде онсыз да су жоқ болып жатыр, суды үнемдеу үшін дәл сол кезде шығатында Анарбек ағаның жаңағы жұмысшылары, техникалары, ананың жаңбырдың онсыз да шайып өткендердің слегка бүйтіп сүртіп өтіп, тамаша қылып жылтырататын дейді. Дәл сол кезде әйелдер жұмыстайды екен ғой, онсыз да жұмыс жоқ, бір нәрсе жоқ, бәрі жоқ болып келе жатқан 90 жыл, онсыз да жаңбыр жауып жатса, жағаласып нағып шығып жатыр деп. Сөйтсем ол сіздің миыңыздағы үнемділік екен де жаңағыда. Есесіне анау чайып қойды. Арасында кішкене интересласын болды. Жұмсап тұрған нәрсені жусаңыз, кейбіреулер түсінбей, бұл орман не болады? Жаңбыр жауып тұрса, тура жаңбыр жауғанда сумен жағаласады деп ойлайды екен. Сөйтсем ағамыздың тактикасы, тәсілі. Мамандығы болатын болса, өзінің деңгейінде атқаратын болса, жұмысы кез келген нәрседен табиғатты ұтымды қолданып, тіпті күннің нәрін немесе жаңбырдың суында әдемі жасауға болады дейді. Мінекей осыны алдымызда керемет маман отыр. Сондықтан арнайы осы суды құрметтеу, суды үнемдеу, тіршілік нәрінің әрбір тамшысының бағасы білейік. Қазіргі менің замандастарым жастар деп арнайы шақырып отырмын. Тағы да таныс болыңыздар. Анарбек Орман Оңғарлы арнайы ұзақ жыл су шаруашылығын, ұзақ жыл халықты басқарумен айналысқан, дәл қазір Шымкенттегі Су Рестор маркетинг кәсіпорнының бас директоры. Ал енді айтыңызшы, әкімде болдыңыз, бастықта болдыңыз, иә, кезінде коммунистік кезде де, тәуелсіз кезде де, бытырап кеткен кезде де, одан қазір қайтадан әйтеуір ес жиған кезде де. Бірақ сіз өзіңіздің неңізді жоғалтпаған екенсіз да. Мына кейбіреулер әртүрлі заманда әкім болып, немесе облысты басқарғаннан өзгеріп кетеді ғой енді. Сол суға бір жабысып алыпсыз да, әлі сол судан кетпей жатқаныңызға не себеп, не құдірет? Сізді ешкім аламай жатыр да, тартып. Енді мысал үшін біздің құрметті Мұхаммед пайғамбарымыз айтып кеткен. Ей, Алланың құлдары, момындар, жақсы өмір сүрем десең, ілімді, білімді бол деген. Өнер үйрен деген. Кәсіп үйрен деген. Міне, осыны істесең, сенің жағдайың жақсы болады деген. Со айтпақшы, мәселе суда емес. Мысал үшін, шаш тарас. Болмаса еті тігетін, біреу костюм тігеді. Ал енді мысал үшін мен бір шашымды алдыратын мәстер бар, жігіт. Арнайы жазылмасаң, оған барып шашынды бірден алдырамайсың. Қанша жерден Анарбек Орман болсаңыз да? Жоқ, жазыламыз. Пәлен уақытта келіңіз дейді. Со айтпақшы, әрбір мамандықтың кәсіби деңгейіне терең меңгерген адам, ол дәрігер бола ма? Мысал үшін дәрігер, әзір адамдар қиналғанда шетелге барады.
сол дәрігер осы жерде неге болмайды? Кәдімгі жоғары деңгей кәсіби дәрігер болса, жұрттың бәрі сол дәрігерге очередьке тұрады. Сол сияқты әрбір азамат қай салада жұмыс істесін. Сіз мысалы журналистика саласында жұмыс істеп жатсыз. Ал осындай деңгейді шебер басқарып өзіңізді көрсетпесеңіз, сіздің оқырмандарыңыз бостан босқа сізді іздемейтін еді ғой. Сол сияқты қайсы мамандық болсын, өз мамандығын сүйіп, соның биік деңгейіне жетіп, халыққа жақсы қызмет істесе, оның бәрі қуанышты жағдай. Оның бәрі қуанышты жағдай. Сондықтан әр салада өзінің кәдімгі кәсіби маманы жүрсін дейсіз ғой. Тағы қандай ақыл кеңес айтасыз бүгінгі елге, жұртқа, тілегіңіз? Менің жалпы айтқанда біз осы айтамыз, шет елге барамыз да аузымыздан суымыз кетеді. Ойбай, керемет екен. Не деген өндіріс орындары өскен, табыстары мол, әрқайсы айына $10,000 алады екен, бізде $1,000 да алмаймыз деп айтып жатамыз. Бірақ не үшін соны ойлануымыз керек? Жаңа ғана айтып кеттім. Менің тілейтінім қазақ біздің дарынды Абай Құнанбай айтқан. Барыңды сат, малыңды сат, балаңды оқыт деген еді. Сол сияқты біз осы ата-аналарға, мынау жастарға айтатыным еді. Оқуымыз керек, білімді болуымыз керек. Кәсіпті үйреніп, сол өнер мен кәсіптің деңгейін биік қылып сайтын болсақ, біздің өміріміз жақсы болады. Сол үшін білімді болып, аянбай еңбек етіп, тазалық жолында жүретін болсақ, ол енді керемет бізге жақсылық алып келеді. Машқұр Жүсіп деген бір әулие азамат болған, осы мынау Павлодар облысында. Сол кісі айтып кеткен. Ынтымақ бірліктің, жақсы өмірдің анасы адамгершілік дейді. Адамгершілік болу үшін адам әдепті болу керек, мәдениетті болу керек, білімді болу керек. Білімді адам, мәдениеті үлкен адам, көреген адам өзінің айналасында жақсылық тілейді. Еш одан жаманшылық шықпайды. Кімнен шығады жаманшылық? Бұзақылық. Болмаса бір ешкімді жамандамаймын. Сол білімі жоқ, жұмысы жоқ адамдар кейде арақ ішеді, жүреді, бұзақылық жасайды, оның бәрі жақсы емес. Сол үшін біздің жастарды оқытуымыз керек. Вообще жалпы оқу тек жастар емес, қандай жаста болмасын, өзінің деңгейіндегі біліктілігіңді арттырып жүретін болсақ, онда біздің келешегіміз де мықты болады, мемлекетіміздің шаңырағы да өте биік болып, терезесі тең елдерге қосылып кетуге әбден қолымызда мүмкіндігіміз бар еді. Яғни оқыңдар, және білім іздеңдер, оқыңдар дейсіз. Шынында да оқып, білім істеп, жұмыс істеп, бір кәсіппен, қызметпен айналысып жатқан адамның ең қара шаруа болса да, оның басқа нәрсеге мойны жар бермейді. Ал енді ергіп жүрген біреу барады да бір нәрсеге ұрынып, бүкіл қылмыс пен басқалар содан шығады. Ал қараңыз, енді бізде қазір ондай тілекке келеміз, сонымен бағдарламамызды аяқталайын деп қалды. Бәрін айттыңыз ба? Айтылмай қалған нәрсе болмай қалды ма? Дәл қазіргі Шымкент жалпы суының жағдайы қандай? Жағдайы түзу. Мынау өз коллективіңіз жайлы айтыңызшы, қанша адамды басқарып отырсыз? Бастық болғандағы ең басты ұстанымыңыз? 1026 адам жұмыс істейді. Жалпы айтқанда осы сұрап қалдыңыз ғой еді. Мысал үшін Алматы қаласында... Мен бақадым, өзіңіз жайлы және өз жұмысыңыз жайлы айтпайды екенсіз да сіз? Алматы қаласында, мысал үшін, водоканалында 2,5 мың адам істейді. Астана қаласында 1,400,000 адам тұрады, 2,000-ға жуық адам істейді. Қарағандыда 500,000 халық тұрады, ал Қарағанды водоканалында 2,000-ға жуық адам істейді. Бізде 1,400,000 тұрады халық, біздің 1026 адам. Осының бәрі мына автоматтандыру, цифрландыру арқасында пайдаланып, соның технологияның пайдасының арқасында. Осы бір қуанарлық жағдай. Енді мынау тағы бір рет үкіметімізге, мынау президентімізге рахмет айтқым келеді. 1 қазаннан бастап біздің еңбекақымыз 50%-ға өсті. Су басындағы адамдардың ба? Су басындағы адамдардың еңбекақысы 50%-ға өсті.
бұл деген керемет енді. Міне енді анау бірақ сіз мамандар сіз маман- жеке кәсіпорын ба қазір сізде мемлекетке жартылай жоқ кәсіпорын, жеке Мгм. кәсіпорынбыз. Бұл деген сөз жастарға мотивация. Егер осыда келіп жаңағы орташа айлық мысалы үшін 500 мың теңгеде болып жатса, ол біз Қазақстан үшін үлкен жетістік қазір 500 мың теңге. Ол мысалы үшін шетелде ол 5 мың доллар шығар, бірақ 500 мың теңгенің өзі үлкен жетістік. Енді біздің салаға анау Мгм. университеттегі жаңағы мұғалімдеріне студенттерді келіп көрсетіп жатырмыз. Содан кейін мынау жаздың кезінде мектеп бітіреді ғой июнь айында. Сол июнь айының майдың аяғында мектептегі оқушылармен кездесу жүргізіп жатырмыз. Міне мынандай жұмысқа келіңдер, түсіңдер, судың мамандығына деп. Осындай бір жағдайлар жақсы болатын болса, біздің жұмысымыз алға басады деп ойлаймын. Сонымен студияда Анарбек Орман, сонау Шымкенттен арнайы келіп отыр. Айттым сіздерге, Шымкент Суристер маркетинг кәсіпорнының басшысы. Жалпы бүгін ғана емес, ұзақ жылдар, сон 90 жылдан бері еліміздегі су саласын басқару, су саласын зерттеу, мықты сарапшы, қоғам және сіз қайраткерсіз, иә. Елді де басқардыңыз, басқаны да басқардыңыз. Сол кезде енді ең тоғытері басшылықтан көргеніңіз. Қанша жыл басшы болсаң да қандай болу керек адам? Ең Не бастысы, болды басқарудағы? ең бастысы қарапайым халыққа жақын болу керек. Одан кейінгі адамнан артықшылығы жоқ. Біреуден білімділігі жоқ. Мынау өзбек халқының бір алтын сөзі бар. Өзіңмен сөйлесіп отырған адамды менен ақылды деп ойлап сондай деңгейде сөйлес дейді. Міне солай болу керек. Қаншалықты біз халықтан қарапайым халықтың білген өмірі дүние жүзінде ешкім білген емес. Сол үшін халықпен бірге жақындап жұмыс істеп не айтылып жатқанына көңіл бөлетін болсақ, сонда ғана біз дұрыс жолда жүріп жатқан боламыз. Сұлтан Сүлейменнің фильмін көрмедіңіз бе? Көрдіңіз бе? Ол былай киініп алады да, халықтың ортасына барып, кім не болып жатыр, Не айтып жатыр, кімді не көріп шығады. қызықтырып жатыр. Сондай болу керек қой. Біздегі басшылар ол тек әзірге осы ютубқа құмар, мынандай эфирге құмар. Оны обязательно бір қарапайым халық көрсе, соны барып түсіру керек екен. Оны түсірудің қажеті жоқ қой, қайдағы қарапайым халықта тыңдап соны мәселесін шешу керек қой еді. Одан кейінінде мені жалпы айтайтын дегенім, әзірге бұлай тыңдап отырсаңыз, үкіметте де, әкімдерде де бәріне айтып жатыр. Инвестиция тарту керек. Инвестиция келетін болса, жұмыс орны ашылады. Инвестиция келетін болса, өндіріс орны ашылады. Мына мемлекеттің бюджеті қалтасы толады дейді. Бірақ сол мынау инвестиция салатын бизнесмендер бар ғой енді. Ол қай сала, кіші болсын, орта болсын, басқа сала болсын. Соны керек болатын болса, жергілікті билік солармен алдына барып, танысып, солардың жағдайын жасап, керек болатын болса, жері бола ма, бір инженерлік инфрақұрылым бола ма, басқасы бола ма, соны жәрдем беретін болса, онда біздің бизнесіміз өте керемет дамып кетіреді. Әзіргі таңда ол биліктегілер, мына қарапайым халық, мына бизнес саласындағы соларға бір бағынышты көрінеді. Ондай емес. Биліктер қарапайым халыққа, бизнеске бағынышты болу керек. Сонда ғана біздің экономикамыз өседі. Билік қарапайым халыққа бағынышты болу керек дейсіз ғой. Жақсы, міне сізден басқару жайлы біліп отырмыз. Енді қысқа нұсқа айтамыз, блиц ретінде. Жалпы сіздің өмірде не ыстық, не қымбат? Қысқа бір ауыз сөзбен ғана айтыңыз, Ол ыстық адамдардың бірін-бірін не деген қарым қатынасы мен сыйластығы ыстық. Не қымбат? Өмір қымбат. Ең қасиетті не сөз? Ең қасиетті. Сол үшін Алла Тағала денсаулық берсе, денсаулықты мынау таза жолмен мынау халыққа деген, қоғамға деген көзқарасың дұрыс болатын болса, менің бір досым айтып еді, Анарбек Оңғарыш, ешкімді жамандауға біздің правамыз жоқ дейді. Сол үшін біз жамандамай,
жақсыныдан үлгі алып, өнеге алып, алға ұмтылсақ, біздің жаңағы өмірімізде, біздің жағдайымызда керемет болады. Асты бір ауыз блиц деген сөз, бір ауызбен ғана, бір түйінмен деген сөз. Жалпы сізде бұл осылай бастық болып, сразу бірден салбырап түсіп отырмаған шығарсыз. Өмірде сіз жіберіп қойған 3 әттеген ай бар ма? Қабая сол кезде соны істеуім керек еді, мынаны былай істеуім керек еді деп. Енді әттеген ай кімде жоқ. Ол енді жас болдық, жалындадық. Енді қайтеміз. Өзіңіз сүйіп таңдаған мамандық. Сүйіп таңдаған мамандығым өзі 10-шы класс бітіргенде мен өзім инженер механик боламын дегем. Кейіннен әйтеуір бір осы оқуға түсе алмай мынандай су саласына кетіп қалдық қой енді. Мен ойлаймын, бұған еш өкінбеймін. Өте осы салада. Өкінетін әттеген ай дедіңіз. Ал енді әттеген ай деген Мына қателіктер жерге болды, істей алмады, оның бәрін тәптіш деп айтатын, енді не қыламыз, оның керегі жоқ олар. Болды, иә. Кемшіліктер болды. Анау өзі мынау айтқан екен, дүниеде қандай жан бар, күнәсі жоқ, күнәм жоқ деп айта алмаған не бір дандар деген екен. Ол әттеген ай барлықта бар еді. Пенде болғасын, пенде болғаннан кейін ондайға барамыз. Ал енді бұрынғы кезде кеңестік уақытта басқа енді жақыныңа, өзіңе, балаңа ақыл айттыңыз. Орта кезде елдер басқа нәрсе айтты. Дәл қазір бір қоғамда тұрақты нәрсе жоға, мынандай бол деп айтайын десең, олың да дұрыс емес. Бұлай бол деп айтайын десең, не біреуге қазір ақыл айтатын заман емес. Әркімде ақылды беретін нәрселер, құралдар өте көп та, бірақ соны тыңдап жатқан ешкім жоқ та өкінішке. Ал сізден, Анарбек Орманнан дәл қазіргі біздің ұрпаққа, қоғамға, мынау сізді дәл қазір қарап отырған аудиторияға не айтасыз? Біз енді жас кезімізде өзі бір бейбітшілік заман екен деп ойлаймын. Үйге бір қонақ кеп қалса, мынау үйде қазанға ет салады, қой сойылады, қонақ келсе, қара түтін шығады. Сонда адамдардың бәрі, елдің ағалары, көрші қоланың бәрі жиналып, мына үйге барайық, бір қонағы кеп қапты, сәлемдесейік, біз еліміз деп барып шұбырып барып, соның қасында барып ізет құрметін көрсететін тұғын. Одан кейін мынау біздер сол бізге су құйдырып қоятын адам үлкен кісілерге. Суын құйып, мына қызмет жасап отыр дейтін үлкен кісілердің әңгімесін ес тәрбие ал дейтін. Бізде әзіргі кезде айтып отырсыз ғой енді, мынау үйге қонақ келсе, біз балдарымыз бәрі шығарып тастаймыз да, өзіміз ақаға оқуға бұны қойуымыз керек. Наоборот, кейбір ағайындар болып қалса, бала шағамызды баруымыз керек. Ағайындар бір-бірін тану керек еді. Осындай бір туысқанға, ағайынға, достарға деген құрметтің қадірін асыруымыз керек еді. Осы салаға бір көп қажет деп ойлаймын. Ал енді сіз жаңа тәрбие беру, да, біз жас үлкен адамдар, ол тыңдамай ма, тыңдай ма, бірақ айтуымыз біздің парыз, міндет. Ал ар жағын өз білсін еді. Қажетін болса абай сияқталар, қажет емес болса сол жерге тастап кетер дейсіз ғой. Су жайлы өзіңіз су саласында жүргесін ең сүйікті бір мақалыңыз қандай сіздің? Мақал ма, су жайлы түп нүкте қоятын бір не? Көбінесе қолданатын. Су тіршілік көзі. Су тіршілік көзі дейсіз. Осы сұмырай десе су керек деген қайдан шыққан? Ол неге айтылған? Енді ол деген сөз жаңағы судың маманы болмаса, жаңағы қалай болса солай келіп атқан суды баяғыда мұрап деген болған. Жас кезімізде есіңізде болса, ол мұраптар таза жаңағы өзінің міндетін дұрыс атқарылса, өзінің жұмысын жақсы білетін болса, жұрттың бәріне кезекпен су беретін тұғын. Мынау үй 10 күннен кейін мына көше, 10 күннен бәріне бейбітшілік, бәріне су жететін тұғын. Ал енді жаңағыдай жақсы мұрап келмесе, мамандығы жоқ болса, арақ ішіп алып жатса, содан кейін ол су үйлерге, көшелерге бармаса, онда қандай деп айтасыз? Онда да қаттырақ айтуға болады. Түсінікті. Ал енді мінекей, сонымен біздің осы 1 сағаттан аса созылған сұхбатымыз аяқталды. Айтылмай қалған әңгіме жоқ деп ойлаймын. Дәл мына жерде міне арнайы YouTube канал көрсетіліп тұр. Қосылыңыздар, көріңіздер, таратыңыздар, бөлісіңіздер. Суға қатысты барлық проблеманың жауабын білетін ортамызда осы саланың ең майталман маманы отыр. Яғни Анарбек аға, сізге уақыт бөліп таң атпай осында студияға келіп, уақыт бөліп отырғаныңызға мың алғыс. Ісіңізге береке.
өзүңүздүн коллективиңизге ары ката халыкаралык деңгээлерге де сол жактан да бир белди орун алып, Шымкентте гана эмес, бүкүл элибизде адемі, сапалы, дәмді, таза суу берүүгө көбүрөөк үлес косуңуз. Сондуктан күч кубат тилейм, ден соолук тилейм. Аман болуңуз, келгениңизге миң алгыс. Сизге де рахмет. Осындай уақытыңызды бөліп, әзіргі кезеңде жалпы мемлекетіміз төңірегінде халықтың ортасындағы келешекке деген өмірдің жақсы болуына мені шақырып, сұхбаттасып білгеніңізге мың рахмет. Сізге де денсаулық, жұмысыңызға творчестволық табыс тілеймін. Рахмет ағам. Мында шақырған себебім қазір біз суға қалай болса солай қараймыз, қалай болса солай қолданамыз. Мысалы, ана жерде қанша дүние тұрса, пайдалы да таза суды алмаймыз, одан бөлек басқа сусындар, басқалар аламыз. Халықтың жартысы ауру болып отыр, мұның бәрі судан. Сондықтан суды бір сөзбен бүгіннен қорыта келе үнемдейік, қолданайық, суды қадірлейік ағайын. Дұрыс қой, Жақсы. Рахмет сізге.